Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 126 бетін ашамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы түзу, кесінді, сынық, сызық деп аталады. Бүгін сен түзу ұғымымен танысасың. Кесінді мен сынық сызықтың неден тұратынын білетін боласың. Түзуді, кесіндіні және сынық сызықты салуды үйренесің. Ал бүгінгі біздің сабағымыздың тірек сөздері түзу, кесінді, тұйықталған сынық сызық, тұйықталмаған сынық сызық. Балалар, түзу сызықтың басы мен ұшы болмайды. Түзу сызықты сызғыштың көмегімен салуға болады, міне балалар. Көрдіңдер ме? Яғни бұл түзу сызық дегеніміз ол шексіз. Яғни оның басы мен ұшы болмайды. Оны бұлай созып сала берсек болады екен, балалар. Балалар, ендеше түзу, мына бірінші тапсырмаға назар аударайық. Түзу сызықтарды сана. Суретте қанша түзу сызық салынған? Олардың түсі қандай? Қанекей балалар түсінген болса, осы сұраққа ойланып көрейік. Жақсы балалар, суретте, тексеріп көрейік, суретте 3 түзу сызық салынған екен. Олардың түсі қара, көгілдір, қызыл екен, балалар. Сендерді дәл осылай таптыңдар ма? Жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз кесінділер. Бірінші біз кесіндінің не екенін біліп алайық, балалар. Кесінді ол міне түзу сызықтың бір бөлігі. Кесіндінің 2 ұшы болады. Олар нүктелермен белгіленеді, балалар. Демек, біз мына төмендегі кесінділер тапсырмасын осы ережеге бағына отырып орындайық. Балалар, түзу сызықта неше кесінді салынған? Оларды атап көр. Ең ұзын кесіндіні көрсет. Ең қысқа кесіндіні де көрсет. Ұзындықтарын сызғышпен өлшеп көр дейді. Демек, ойланып көрейік, қанекей. Балалар, ойланған болсақ, тексеріп көрейік. Түзу сызықта 3 кесінді салынған. Олар А, В, С кесінділері, балалар. Ал ең ұзынды кесінді ол А, С кесіндісі, балалар. Ал ең қысқа кесінді В, С кесіндісі. Ал енді бұның ұзындығын сызғышпен өлшеп көргенде А, В ұзындығы 3 сантиметр болды. Ал В мен С екеуінің арасы ол 2 сантиметр болды. Ал осы барлық А, С кесіндінің ұзындығы 5 сантиметр болды, балалар, Ұзындықтан өлшегенде сендерде де дәл солай болды ма? Жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, сынық сызық кесінділерден тұрады. Оларды буын деп атайды. Әр буынның ұшы бұл сынық сызықтың төбесі деп аталады. Яғни міне балалар, көріп тұрғандарыңдай мына нүкте сынық сызықтың төбесі. Ал мына ұзындық болса, түзулік болса, бұл буын деп аталады екен. Демек, бұл тұйықталмаған сызық деп аталады. Ал бұл болса, тұйықталған сынық сызық деп аталады, балалар. Көрдіңдер ме? Енді шығарып көр, есебін шығарып көрейік. Балалар, сынық сызықтарды қандай топтарға бөлуге болады? Әрбір сынық сызықтың қанша буыны мен төбесі бар, балалар? Ойланып көріңдер, қанекей.
Жақсы, қанекей тексеріп көрейік балалар. Сынық сызықтарды тұйықталмаған сынық сызық және тұйықталған сынық сызық деп екі топқа бөлуге болады екен, балалар? Енді мына жерде әрбір сынық сызықтың қанша буыны мен төбесі бар екен көрейік. Демек, 1, 2, 3, 4, 5. 5 төбесі бар екен. Ал қанша буыны бар екен? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ал буыны 4 екен, балалар? Келесі, екінші сынық сызықта 3 төбесі мен 3 буыны бар екен, балалар? Үшінші сынық сызықта 6 төбесі мен 6 буыны бар екен. Ал ең соңғы сынық сызықта 4 төбесі мен 4 буыны бар екен, балалар? Сендерді дәл осылай таптыңдар ма? Жарайсыңдар. Тамаша. Келесі, орындап көр, тапсырмасын орындайық. Балалар, суреттерден өздерің білетін сызықтарды тап және көрсет. Ал қанекей, мен сендерге тағы да уақыт беремін. Жақсы, балалар, бірінші бізде баспалтақ берілген, Бұл қандай сызық болуы мүмкін? Бұл тұйықталмаған, жан-жағы ашылып тұр. Ал екінші суретте мұнара берілген. Бұл да тұйықталмаған. Үшінші суретте де біз не көріп тұрмыз? Тұйықталмаған сынық сызықты көріп тұрмыз. Ал ең соңғы суретте біз үйдің шатырын көріп тұрмыз. Бұл қандай сынық сызық болып аталады? Тұйықталған сынық сызық болып аталады, Жарайсыңдар, балалар. Сендер де дәл осылай тапты деп ойлаймын. Балалар, сендерге осы түзу кесінді сынық сызық түсінікті болған болса, онда жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптерімізді 123-ші бетін ашамыз, яғни 121-ші жұмыс парағы. Балалар, бізде берілген кез келген екі нүкте арқылы өтетін түзу сыз дейді. Ал екіншісінде кесінділер тапсырмасы. Түзуде К, М, Т нүктелерін белгіле. Неше кесінді шықты? Кесінділер тапсырмасының екінші тапсырмасы А нүктесінен бастап кесінді сыз. В нүктесінен бастап бірінші кесіндеден ұзын болатын кесінді сыз. Ал С нүктесінен бастап бірінші кесіндіден ұзын, бірақ екіншіден қысқа болатын кесінді сыз дейді. Балалар, қанекей ойланып көрейікші? Тағы да мен сендерге уақыт беремін. Жақсы, тамаша. Ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Кез келген екі нүкте арқылы өтетін түзу сызық біз осылай сызсақ болады. Және мына екінші нүкте арқылы да біз түзу кесінді сызсақ болады екен. Бізде екі түзу сызық пайда болды. Солай ма, балалар? Жарайсыңдар. Келесі кесінділер тапсырмасында түзуде К, М, Т нүктелерін белгілейсіңдер міне дәл осылай. Сонда бізде неше кесінді шығады? 3 кесінді шығады. Демек, біз мына жерге 3 кесінді деп жазады екенбіз. Сендер де дәл солай жаздыңдар ма? Жарайсыңдар. Келесі А нүктесінен бастап кесінді сызамыз. Және В нүктесінен бастап
бірінші кесіндеден ұзын болатын кесінді сызамыз. Ал С нүктесінен бастап бірінші кесіндеден ұзын, бірақ екінші кесіндеден қысқа болатын кесіндіні сызамыз. Балалар, сендерді дәл солай орындарыңдар ма? Жарайсыңдар. Егер сендерді дәл солай орындаған болсаңдар, міне үшінші баспалтақты белгілейсіңдер. Ал егер сендер бірінші, екінші баспалтақта болсаңдар, міне бірінші баспалтақты немесе екінші баспалтақты белгілейміз. Егер сендер бірінші және екінші баспалтақта болсаңдар, сабақты басынан бастап көрулеріңе болады. Әрі қарай кеттік. Келесі 122-ші жұмыс парағын орындайық. Бұл сынық сызық туралы. Балалар, нүктелерді тұйықталмаған сынық сызық шығатындай етіп қос. Мына нүктелерді тұйықталмаған сынық сызық шығатындай етіп қосуымыз керек. Ал екінші есепте нүктелерді тұйықталған сынық сызық шығатындай етіп қосу керек екен. Үшінші есебімізде өте оңай. Мына жерде түзулерді қызыл түспен, кесіндіні жасыл түспен, сынық сызықты көк түспен белгілеуіміз қажет екен, балалар. Ал қанекей, мен сендерге тағы да уақыт берейін. Ойланайық. Балалар, ойланып болған болсаңдар, қане тексеріп көрейік. Нүктелерді тұйықталмаған сынықты біз міне бұлай және бұлай қосып сызып шығамыз. Және мына қатарды ашық етіп қоямыз. Сонда ол тұйықталмаған сызық болады. Ал келесіде нүктелерді тұйықталған сызық сияқты етіп қосып сызуымыз керек. Сонда біз бұлай үш нүктені қосып сызамыз. Сонда үш бұрышты пайда болады. Демек ол тұйықталған сынық болады. Ал үшінші тапсырмада біз түзу, міне бізде бір түзу, оны жасыл түспен белгіледік. Кешіріңіздер, жасыл түзулерді қызыл түспен, ал кесіндіні, яғни жасыл түспен. Ал сынық сызықты көк түспен біз белгілеп шықтық, балалар. Солай ма? Бізде түзу ол, міне. Ал кесінділер болса, міне мына көріп тұрған кесінділеріңіз, ал мынау бізде бұлар сынық сызықтар. Біз осыларды барлығын жоғарыда көрсетілгендей түспен бояп шықтық. Жарайсыңдар, балалар. Егер сендер осы тапсырмалардың барлығын мен айтқандай етіп орындап шыққан болсаңдар, сендер үшінші баспалтақта тұрсыңдар. Егер сендер жартылай түсінген болсаңдар, екінші баспалтақта, ал ешқайсысын мен айтқандай орындамаған болсаңдар, бірінші баспалтақта тұрсыңдар. Егер сендер бірінші және немесе екінші баспалтақта тұрған болсаңдар, балалар, онда бұл сабақты басынан бастап қайтадан көріп шығуларыңа болады. Балалар, біз бұл сабақты меңгердік деп ойлаймын. Түзу сызық дегеніміз ол түзу сызықтың басы мен ұшы болмайды, балалар? Түзу сызықты сызғыштың көмегімен сызуға болады. Ол жан-жаққа ұзын болып кете береді екен, балалар. Ал кесінді дегеніміз ол түзу сызықтың бөлігі. Кесіндінің екі ұшы болады. Оларды нүктелермен белгілейміз, балалар? Ал сынық сызық дегеніміз ол кесінділерден тұрады. Оларды буын деп атайды. Әр буынның ұшы бұл сынық сызықтың төбесі. Балалар, осы бір ережелерді біз жаттап алуымыз қажет. Осымен біздің сабағымыз аяқталады. Сау болыңдар.